Сәлем достар, баршаларыңызға бүгін сіздерге 200 формадағы отчетты нолмен тапсыруды көрсететін боламын. Бұл видео сіздерге пайдалы болады деп ойлаймын. Менің арнама тіркеліп, лайк бас, комментарий жазып қолдап кетіңіздер. ISNA жүйесімен 200 формадағы отчетты тапсыратын боламыз. Ол үшін кабинет налогоплательщика ISNA деп Google-ға жазып аласыздар. ЭЦП ключтарыңызбен кіресіздер. Және де ол жерде сіздерде физлицо және ИП деп шығады. Өздеріңіз ИП дегенді таңдап аласыздар. Режимдеріңізді қарап аласыздар. Профильге кіріп, өздеріңіздің данныйларыңыздың барлығын тексеріп аласыздар. Келесі подать документы дегенді таңдайсыздар. Және бұл жерде поискке жазасыздар 200 деп. Найтиді басасыздар. Міне сіздерге 200 формада отчет шығарып береді. Оған кіресіздер. Сіздер қай кварталды тапсырып жатырсыздар. Және қай жылдың кварталы ол. Соны таңдайсыздар. Әрі қарай подать деген таңдайсыздар. Төменге қарай түскен кезде бұл жерде екі страница шығады. Бірінші страницасында сіздер вид декларация деген жерге сіздер бірінші рет тапсырып жатқан отчеттарыңыз болса первоначальная, егерде бірнеше рет тапсырып жатқан отчеттарыңыз болса очередная таңдайсыздар. Қате жіберіп оны түзету керек болса, оны дополнительный отчет таңдайсыздар. Егерде сіздерге уведомление келген болса, сол уведомление арқылы дополнительный отчет жүрсеңіздер болады. Соны таңдайсыздар, дополнительный уведомление дегенді. Ал егерде ИП-ларыңызды жауып жатқан ИП болса, ликвидацияны таңдайсыздар. Әрі қарай төменге қарай түсесіздер. Признак деген жерге резидент, Қазақстан Республикасының азаматы деген таңдайсыздар. Бұл жерде резидент. Ары қарай бірінші, екінші айларға, үшінші айларға 0 деген таңдайсыздар. Қайталап өтейін, бұл 200 формадағы отчетты нулевкамен жіберу. Келесі далені басасыздар. Екінші страницаға барасыздар. Бұл жерде сіздерде ИП-ларыңызға салған сумаларыңызды егерде салған болсаңыздар, осы жерге көрсетесіздер. 1, 2, 3 ай тұр бұл жерде. Яғни бізде кварталда 3 ай сайын тапсырылатын отчет. Бізде 4-ші квартал дегеніміз октябрь, ноябрь, декабрь. Осы 3 ай аралықтағы отчетты жіберіп отыратын боламыз. Нулевкамен болса нулевка, егерде сіздерде төленген сумаларыңыз болса, осы жерге көрсетіп, ары қарай далені басасыздар. Келесі страницаға өтесіздер. Бұл жерде ИП-ларыңыздың УГД номері және по жительство бойынша УГД номерлеріңізді қоясыздар. Оны қайдан көресіздер? Жоғары жақта сіздерде профильдарыңыз тұрады. Соған кіресіздер, обновитті бас жүресіздерде. Төменге қарай түссеңіздер, сіздердің ИП-ларыңыздың адресінің УГД номері және пропискаларыңыздың УГД номерлері жазулы тұрады. Сол жерде УГД номерді осы жерге жазасыздар. УГД номер таңдап болған соң я несу деген жерге галочка қоясыздар және сформировать дегенді басасыздар. Барлығы сіздерде дұрыс болса, осылай сформировать деп шығарып береді. Әрі қарай сіздер ЭЦП ключтарыңызбен подписаться и отправить бөлімін басасыздар. Бұл отчетты жіберетін боламыз осылай. ЭЦП ключтарыңыздың парольдарын жасасыздар және подписаться бутонасын басасыздар. Жіберілген отчеттарыңыз налоговый отчетностьте тұрады. Яғни документы деген жерге барсаңыздар, осы жерде мой документ деген тұрады. Сол жерде налоговый отчетностьтеға кіресіздер. Қазір жіберген отчеттарыңыз осы жерде тұрады. Заявлениелеріңіз налоговый заявление бөлімінде тұрады. Міне принято деп тұр бізде.